Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен медовый тортының оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін құрғақ ыдысқа қант және бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны қосып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Ол үшін миксерді пайдаланудың қажеті жоқ, венчикпен араластырсаңыздар болады. Енді оның үстіне ерітілген емес, бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Енді оған бал қосамыз. Балдың табиғи болғаны дұрыс, мендегі бал табиғи, яғни натуральный бал. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кастрюльге ыстық суды құйып, оның үстіне массамызды қойып, барлығын толықтай ерітіп аламыз. Ерігенше барлығын жақсылап араластырып тұруымыз керек. Біздің массамыз осылай дайын болуы қажет. Барлығын ерітіп дайындап алған соң, оның үстіне ас содасын қосамыз. Ас содасын қосқан соң, біздің массамыз ағарып, яғни 2 есе көлемі ұлғайып көпіру керек. Сол кезде оны водяной банядан аламыз. Енді осы массаның үстіне жылы сүтті қосамыз. Енді массамыздың үстіне електен өткізе отыра ұнды қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді дайын болған қамырды тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Енді біз медовыйдың кремін дайындаймыз. Ол бізде заварной крем, яғни қайнатпалы крем болады. Ол үшін ыдысқа қант және 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Енді үстіне крахмалды қосамыз. Менде кукурузный крахмал. Крахмал болмаған жағдайда оны ұнмен алмастыруға болады. Крахмалды жақсылап араластыру қажет, комочек, яғни түйіршік болмайтындай. Сүтті ысытып аламыз. Оны қайнату қажет емес. Сүттің кішкене бөлігін алып, оны құямыз. Жұмыртқа пісіп қалмас үшін тез араластыру қажет. Оны араластырып алған соң, екеуін біріктіреміз. Яғни қайтадан кастрюльге құйып, орта отта қайнатамыз. Орта отта осылай кремімізді қайнатып аламыз. Крем қоюланғанша оны тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Крем қоюлана бастағанда үстіне лимон цедрасын үкіштен өткізіп қосамыз. Лимон цедрасын қосу міндетті емес. Крем толықтай дайын болғанда, оның үстіне сары майды қосып, оттан алып, басқа ыдысқа құйып, суыту қажет. Крем суып дайын болғанша, енді қамырды дайындаймыз. Осы қамырдан 6 немесе 7 корж шығады. Мен 6 бөлікке бөліп алдым. Бірінші бөлігін жұқа етіп жайып аламыз.
Қамырды толықтай жайып алған соң, кальцоның көмегімен оның формасын шығарамыз. Қамырдың артық бөліктерінде бірге пісіріп аламыз, себебі тортты әрлегенде оларды қолданамыз. Қатты көтеріліп кетпес үшін шанышқымен үстінен басып шығамыз. Қызып тұрған пеште 5-7 минутта пісіріп аламыз. Барлық корждарды пісіріп, оларды суытып алдық. Крем де суып дайын болды. Енді тортты жинақтаймыз. Мен тортты кальцоның көмегімен жинақтайтын боламын. Кальцоны пайдалану міндетті емес. Кремді барлық коржға бірдей етіп бөліп жағып шығамыз. Мен бір коржға 9-10 қасықтан бөліп салдым. Кремді соңғы коржға жағып болған соң, тортты тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Тортты тоңазытқыштан алдық. Енді кальцоны алып тастап, қалған кремді тортқа жағып шығамыз. Барлық кремді тортқа бірдей етіп жағып шықтық. Корждарды пісіретін кезде кальцоның көмегімен кесіп алған артық қамырларды да пісіріп алдық. Оларды да үгетіп, енді торттың үстін әсемдеуге пайдаланамыз. Тортты өз қалауымызша әсемдейміз. Міне осымен біздің тортымыз толықтай дайын болды. Оны кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде мен рецептімен дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.